Рахмет, сен ойың қандай? Бәрі жақсы нәрсе айтып жатыр ғой, мен де робот ойлап тапсам ғой. Ерасыл, сен қандай идеямен қаруландың? Мен ерекше мектеп эскизин жасау идеясымен қаруландым. Айдос, сенің идеяң қандай? Мен Ақын Светқали Нұржанды осы мектепте әкелер кеңесінің төрағасы етіп қойсам. Сен идеяң қандай? Осы жерде отырғандардың бәрін халықаралық олимпиаданың жүлдегері қылсам. Жасампаздық не деп сұрасаң, мен бұлай жауап берер едім. Жасампаздық жаңа инновация шығу қиындық тудырса, сол қиындықты шешу. Неліктен көп қадал. Стив Джобс 1955 жылы ақшта дүниеге келген. Ол Apple компаниясының негізін қалаушылардың бірі болды. Мен осы олардың ішінен Генри Фордты танимын. Генри Форд 1900 жылы өзінің компаниясын құрды. Ол бірден ақштағы ең мықты компаниялардың біріне айналды. Ғарышты зерттеу бойынша ол ғаламат соғыс жасап жатыр. Илон Маск 12 жасында өзінің алғашқы ойын ойлап тауып, оны адамдарға $500 сатқан. Принстон университетін жақсы бітіріп, Уолл-стритте вице-президентке дейін көтеріледі. Тау болып ендім өр тағдырыма. Соны уайымдай бастадым. Және осыған дейін қатысқан өзім олимпиадаларымды қарадым. Басы жақсы болғанмен соңы жаман болды. Сол себепті қорқа бастадым. Бірақ кейінірек Бақтияр ағай келді. Сол кезде мен өзімді қайта қолға алып бастадым. Бақтияр ағайдың арқасында қазіргі таңда көптеген олимпиададан жүлдегер орындар алып жатырмын. Мен өзім жеңе білем. Жетістіктерге жетіп бастап, өзімнің әлемімді жасампаздыққа қадам баса келдім. Және мен атамның сөздерін тыңдап, өзімнің жасампаздық айын аяқтап, және өзімді жақсы адам, басқаға адал, ешкімге зиян тигізбейтін адам болып, мен мықты адам болып Керемет. Сыныптастарым маған идея айтып бастады. Мен ойладым, әркімнің өз өмірі бөлек қой, маған идея айтып не қылады оларды. Сосын ойладым, олардың идеялары керек емес маған, өз идеямды бір күні табармын. Бірақ шеттен қарасаң, біздің дым спортқа қатысы жоқ, Мұхаммад спортпен айналысып бастады. Ол неге олай десем, сыныптағы балдар сөйтіп айтқан. Физика олимпиадасында жетекші Бақболат Сағай екен. Бақболат Сағай әзіл қошқар екен. Бәріне әзіл ұстап, маған көптеген есептер берді. Және көптеген есептерді шығарамаған соң кітапханаға бардым. Сүйіктімсің, шынардай иықтымсың, тек қана ол. Бір-бірімізге деген мейірімділік, аяушылық болған жағдайда, ұйымшылдық болған кезде біз өзімізді ғана емес, бүкіл елді, қаланы өзгерте аламыз. Бірінші экология керек. Және екінші туризм. Егер қалаға көптеген адамдар келетін болса, туризмі дамып, қалаға ақша кетіп бастайды. Оларға жалақы көбейту керек, оған өткені өздерінің денсаулығын керек. Тұрмыстық жағдайды күшейту керек. Қауіпсіздікті нығайту керек. Стилді өзгерту үшін бірінші сыйластықты дамыту керек деп ойлаймын. Тауларын көрдім, сен тау болып едің. Қазақстанның бейнефильмдер, кино және театрларын әлемге таратты. Себебі ол тұлға жеті қырлы бір сырлы. Ол әліпбиді қалаған. Ол Қарағандыдан шыққан сияқты кен орындарды ашқан ғалым. Қазақстан футболын әлемдік деңгейде асқақ татты.